Түркістан облысындағы Шардара су электр станциясында жаңа агрегаттар іске қосылады. Судан қуат өндіретін кәсіпорын қазір түбегейлі жаңғырту бағдарламасын қолға алды. 2020 жылдың наурыз айына дейін 4 су агрегаттың барлығы жаңартылады. Олар кеңес кезеңінен келе жатқан ескі турбиналар. Шамамен жарты ғасырдан бері жұмыс істеп тұр. 4 гидроагрегат іске қосылса, онда сағатына 126 мегаватт, ал тәулігіне 3 миллион 24 мың киловатт сағат ток өндіріледі. Шардара су электр станциясы қазірдің өзіне қолданыстағы 2 су агрегатымен сағатына 50 мегаватт ток өндіруде. Су қоймасында 2 миллиард 807 миллион текше метр су бар. Қазір тіршілік нәрін қорға жинайтын кезең дейді мамандар. Ал су электр станциясында түбегейлі жаңғырту жұмысы қарқын алған. Мұнда 4 су агрегатының біріншісі пайдалануға беріледі. Технологиялық жабдықтың сынағы ойдағыдай аяқталған. Енді негізгі құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Суммарная мощность выработки электроэнергии Шардаринской гидроэлектростанции Шардара су электр станциясының жалпы қуаттылығы қазіргі таңда 100 мегаватт, ал түбегейлі жаңғырту жұмыстары өткен соң станцияда қуат өндіру 126 мегаваттқа ұлғаяды. Мұндағы әр су агрегаттары қазір 20 мегаватт ток берсе, жаңғыртудан соң 30-35 мегаватт қуат өндіре алатын болады. Мақсатымыз отандық электр энергиясына өз үлесімізді қосу. Вырабатывать мощностью 31,5 мегаваттов. Су электр станциясының жаңғырту жобасына 38 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Гидроагрегаттарды алмастыру ісімен біріккен австралиялық, германиялық мердігер мекеме айналысуда. Бірінші су агрегатын іске қосумен бірге, мұнда екінші агрегат бойынша құрылыс жұмыстар қатар жүруде. Оны біріншісі іске қосылғаннан кейін орнатады, сосын үшіншісі орнынан алынады. Бекітілген кестеге сай, бұл кезеңде бірінші және төртінші ескі агрегат жұмыс істеп тұрады. Осы тәсілмен 4 су агрегатының бәрінде жаңарту көзделген. Мы запустили на холостой ход первый гидроагрегат в рамках этого проекта. Жоба аясында біз бірінші агрегатты толығымен қосуға дайындадық. Қазір қорытынды тексеру жұмыстарын жасаудамыз. Ал екінші гидроагрегаттың негізгі құрылыс монтаж жұмыстары жүруде. Алдағы 1,5 айда біз екінші агрегат бойынша мәреге жетеміз деп ойлаймын. Шардара су электр станциясының тарихы тереңде. 1967 жыл пайдалануға берілген. Норматив бойынша қызмет ету мерзімі 25 жыл болса, станцияның технологиялық жабдығы 50 жылдан астам уақыт бойы үздіксіз жұмыс істеп келеді. Ал жабдықтың тозуы шамамен 100%-ға жеткен. Алдағы уақытта жаңғыртудан өткен соң электр станциясының қуаты 26%-ға өсетін болады. Мұнда жыл сайын қосымша 57 миллион киловатт сағат электр энергиясы өндіріледі. Жаңа жабдық су станциясының қызмет ету мерзімін 35-40 жылға дейін ұзартады. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24 Түркістан облысынан.